Сәуірде не жаңалық? Темірқазық пен іңір мен таңдағы қызық көріністер. Темірқазық аспандағы ең жарық жұлдыз емес, дегенмен ол сізге түнде жол тауып бағдарлауға көмектеседі. Темірқазық немесе поляр жұлдызы жердің солтүстік полюсі үстінде дерлік, оның айналу білігін бойлай орналасады. Бұл темірқазық түнде онша көп қозғалмайды деген сөз, ал басқа жұлдыздар аспанда айналғанда үлкен шеңберлер сызады. Түн бұлтсыз болса, темірқазықты табу оңай. Алдымен жеті қарақшыны табыңыз. Оның ожауының шетіндегі екі жұлдыз темірқазыққа нұсқайды. Ол кіші ожаудың сабының шеті немесе кіші аюшоқ жұлдызындағы қонжықтың құйрығы. Темірқазыққа бет бұрғанда солтүстікке қарайтыныңызды біліңіз. Бұл жұлдызды түн айналаны бағдарлауға көмектеседі. 8 сәуірде күн батысы мен батысқа қарасаңыз, серіктерін ерткен 4 күндік айдың жіңішке орағын көресіз. Айдың оң жағында үркер жұлдыз шоғыры, оң жақ жоғарыда Марс тұрады, ал сол жақ жоғарыда алып қызыл жұлдыз Альдебаран. Келесі кеште ай сәл көтеріліп, мұнда Альдебаранның үстінде қалқиды. Ай сәуірдің аяғына таман Юпитер мен Сатурнға таңғы шайға барады. Бүгінде күн жүйесінің ең үлкен екі планетасы таңғы аспандағы мерген шоқ жұлдызының маңынан табылады. Әдетте, садақ жебе ұстаған кентавр ретінде бейнеленетін мергендегі жұлдыздардан құралған кішкене өрнек, яғни астеризм, аздап шәйнекке ұқсайды. 23-не күн шықпай тұрып оңтүстікке қарасаңыз, Юпитерден небәрі жарты елі жоғары 19 күндік кетер айды байқайсыз. Ай 25-не қарай шәйнекті басып өтеді де, таңда сақиналы ғаламшардан 1 градустай төмен ілінеді. Сол аптада ерте тұра алсаңыз, осы кездесулер құрметіне бір шыны шай ішіңіз. Сәуірдегі ай фазалары. НАСАның қазіргі және болашақ барлық миссиялар туралы NASA сайтында. Бұл ай жөнінде осы.